Dostlar! Yoldaş Kırgız Respublikası Prezidenti Kurallı Güçlerin baş kolbasçısı Özdök Kuram Görsetme taktikалық таптық сабаққа даяр генерал-майор Шаршаев. Еркен төр. Қанша заряд? 19 оқ отырады. Бүгінгі күнде Макаров пистолетінен дүние жүзінің практикасында уже оғы отказ беріп башташты, анткені бронежилетті уже ал оқ теше албай қалды. Бүгінгі күнде бұл уже башқа оқ 9-ға 19. Бұл осы пулемет қалай сатылғанында модификацияланған пулемет Азербайжанда мұны сатып алдық бюджет несебеден. Мұның өзгөчөлүгү кыска, жеңил. Қанша заряд? Бұл 100-дүгі болады, 200-дүгі. 100-дүгі, 200-дүгі болады. Андан сыртқары біз Өзбекстан бұл Кобра деген схема алғанбыз. 600 дана боя қайнатыр. Бұда подписать жасады. Бұл деген немнесі жақсы қысқа болып, бана тоғыташтарда, шарда көтеріп жүргенге дейін. Бұл ПК-ның ошолда ПК просто модернизирован. Ооба. Просто мынакы деген дүлнесін комагестілі өзгертілген. Өз бұл аддачасыға қазір сатып алдық. Бұл республиканың орнына застава деген мүмкін. Сербияныкі. Бұл модернизм ошол несінде, бирок уже балдар атканда адачасыз, точность попадай жакшыраак дейт. А муну сиздерге көрсөтөбүз 308, 338, 12-7 октарлармен анан көрсөтөбүз метеостанция, лазерный дальномерлер менен ошентилер и приборы по проверке скорости полета суда. То есть военное производство промышленность өзімізде болып қалады. Производство Минобороны. Çıktı, сейчас еще даже ничего çok oldu. Bu boştu. Bunlar yani Так, Станислав Владимирович, бұл жерде мына шекара басшысы айтып, бұл училище емес, бұл көрсетілді. Балған etse шыққан қолдаманың деп өстейді. Халықаралық әскерлік саяси тұрғанға байланысты Қырғыз Республикасының шекара қызметінде ар түрде модификациялары ұшқызып ұшу аппараттары, көшірген машиналары, артиллериялық тұтымы, бұрынғы қарсы құралдары жана башқа уақыт бератушы саманлап қаражаттары бар күшілер, бөліктер менен бөлікшілер күзілді. Сіздердің алдыңдардағы тактикалық қалада оқ атуға мүмкіндік түзген шартты дұшмандың ар түрді бұлдан сөйлөкөттөрү түзүлгөн. Номер 6 бұта адамдың белге чейінгі сөйлөкөттөр. Бұтаға чейінгі аралық 800 метр. Оқ ату 76 мм. Састава М91 үлгісіндегі Сербиядан өндірілген отығынан ішке ашырылады. Номер 7 бұтасы горизонталдық аландағы көкірек бұтасы. Австрия 800 метр. 762 мм-лік Венгриядан өндірілген отығынан ішке ашырылады. Номер 10 бұта пулеметтік есеп. Бұтаның алыстығы 1000 метр. 8-6 мм-лік Венгриядан өндірілген көз қатар отығынан ішке ашырылады. Номер 13 БТР бұтасы. Аралық 1000 метр, 12,7 мм-лік Хорватиядан өндірілген көз қатарға қарсы мылтығынан ішке ашырылады. Тигр, Аксум жана Toyota Land Cruiser типіндегі атайын соғылған машиналары менен НСВТ есебі ордынан оғатып 800 метр алыстықтағы номер 25 бұтаны тек ұшақты жоқ қылады. Байрақтар түбірекке ұшқысыз ұшушы аппараты картаға түшіру жана артиллериялық оқ тұрды түзету үшін абадан шалғыда жүргізеді.
кыйратуу максатын жана каражатын багалайт. Алып жүрмө авиациялык кыйратуу каражаттары 4 даана. Аппаратты жерден башкаруу экипаждын саны 3 адам. Bayraktar Hazretleri uçkusuz uçuş aparatı düşmanın tiri gücün jana soğuk dolu butaların kıyratı için kullanılan raketa koyuverildi. Koyuverildi. Bayraktar sekundda keledi. Hoppa! Amerika'da buta düşmanın son komanda birisi çok önde. Aksungul uçkusuz uçuş aparatı düşmanın askerlerin bir yerden ikinci yerge kısa jollardan alıp önümüzün strategiyalar obyektisi bulunan Alt Dağı'da köprüsü janaşkan aybaka kirip Mal El tipindeki aviasyon selatlar bilen Oğ bastığı sokusu raketa koyuverildi. Через 30 секунд. Vurdu. Bu da çok kılındı. Ay молодец. Отлично. Кымбаттуу мекен сакчылары, урматтуу мекендештер, сиздерди бүгүнкү тактикалык саптык машыгуунун ийгиликтүү аякташы менен куттуктаймын. Учурда дүйнөдөгү аскердик саясий кырдаал татаал бойдон сакталууда. Алыскы жана жакынкы чөлкөмдөгү куралдуу кагылышуулар саясий максаттарга жетүү үчүн мыйзамсыз куралчан түзүмдөрдү жана террористтик топторду колдонуу сыяктуу терс көрүнүштөр ата мекенибиздин чегин, коопсуздугун камсыз кылуу милдетин өтөп жаткан ар бир эр азаматтан жогорку күжүрмөн даярдыкта болушун талап кылууда. Кыргызстан ар дайым эл аралык укуктук принциптер менен нормаларды сактап келген жана мындан ары дагы бекем сактайт. Бирок тынчтык болсун десең, согушка даярдан деп таамай айтылгандай, күжүрмөн даярдыкты жогорулатууда тыныштыкты кааласаң, согушка даяр бол, жеңишти кааласаң, жоокерлер жан дили менен даяр болсун. Мыкты натыйжа күтсөң, кокустан эмес, намысты туу тутуп, өнөр жана илимге таянып, согуш деген принциптерди колдонуу негизги талаптардын бири болушу керек. Кыргыз Республикасынын улуттук коопсуздугун кынтыксыз камсыздоо мамлекеттин негизги артыкчылыктуу багыттарынын бири болуп саналат. Бул багытка мамлекет тарабынан 2021-жылдан тартып эбегейсиз көңүл бурулуп, бир топ алгылыктуу жумуштар жүргүзүлүп келет. Жалпы эле укук коргоо органдарынын күч түзүмдөрүнүн дараметин кадыресе жогорулатууга тийиштүү тапшырмаларды дайыма берип келемин. Бүгүнкү күбө болгон иш-чарада коопсуздукту камсыздоонун, түзүмдөрдүн дараметин жогорулатуунун өнүгүү тенденциясы байкалып турат. Өзүңүздөргө маалым болгондой, өлкөбүздүн тарыхында алгачкы жолу республикалык бюджеттин эсебинен куралдуу күчтөрүбүз менен чек ара кызматыбызды Байрактар ТБ, Акынжы, Ак Сүңгүр учкучсуз учуучу аппараттары, курал жарактардын, аскердик техникалардын заманбап үлгүлөрү менен камсыздоо жаатында дагы ири долбоорлор ишке ашырылууда. Биз мындан ары да өлкөбүздүн куралдуу күчтөрүн күчтөндүрүп, жоокерлердин социалдык абалын чыңдоону уланта беребиз. Өкмөт турак жай менен камсыздоодо ипотекалык программаны улантуу, анын ишин толук кандуу каржылоо, аскер кызматчыларынын жана алардын үй бүлөсүнүн татыктуу жашоосу үчүн каражат бөлүүнү мындан ары дагы уланта бермекчи. Учурдан пайдаланып, өлкөбүздүн чек ара коопсуздугуна кайдыгер карабай, ар тараптуу көмөк көрсөтүп жаткандарга терең ыраазычылык билдиремин. Ошондой эле бүгүнкүдөй тактикалык саптык машыгуу мындан ары дагы тез
өткөрүлүп турмакчы. Мындай иш-чаралар күч түзүмдөрү арасындагы өз ара байланышты бекемдеп, коопсуздукту биргеликте камсыздоого, ошону менен катар жаңы заманбап техникаларды өздөштүрүүгө, жаңы ийгиликтерди колдонууга өбөлгө түзөт. Жолдош чек арачылар, бүгүнкү иш-чаранын кадырлуу катышуучулары, сөзүмдүн аягында ата мекенибиз болгон Кыргызстандын коопсуздугу баарыбыздын жүрөгүбүздө, көңүл борборубузда болушу керектигин баса белгилеймин. Улутубузга, тилибизге, динибизге, жашаган жерибизге карабай, баарыбыз тең мен кыргызстандыкмын деген күчтүү жарандык жана атуулдук сезим менен жашап, тынычтыкты баарынан жогору коюуга тийишпиз. Урматтуу мекен сакчылары, кызматыңыздарды дайыма ийгиликтер коштоп жүрсүн. Сиздерге чың ден соолук, темирдей бекем эрк, кажыбас кайрат каалаймын.